Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Қолғаптағы әріптер жаттығуы бойынша сұрақтар көп туындап жатыр. Жасалу жолы қалай жаттығуды біз жасаймыз деген. Ол үшін бізге логикалық сұрақ қажет, немесе мақал мәтел қажет. Мен ертең даналық мектебіндегі әжелер мен сабақ өтпекшімін. Сол үшін мен мақалды дұрыс көрдім де мақалды алдым. Мысалы үшін мына жерде ананың көңілі балада, баланың көңілі далада. Енді мен оқушыларға айтам, ананың көңілі балада, баланың көңілі қайда? Сол кезде қолына қолғап киген оқушылар, енді оқушылардың бәрі шатысып араласып тұр ғой. Әрқайсы қолындағы текше әріптерден осындай сөйлем құрайды. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада деген мынандай сөз шығатын болады. Бірінші логикалық сұрақтарыңызды дайындап алыңыздар, немесе мақалдарыңызды дайындап алыңыздар. Соның ішінен қолғапқа қай сөз жабыстырасыз, соны қызартып белгілеп алыңыздар. Мен мына жерде 6 мақалды алып отырмын. Соның ішінде далада, атана, қадірін, атасы деген сөздерді алып отырмын. Бізге бар болғаны 10 пар қолғап. Видео ұнаса лайк басып, сұрақтар туындаса комментарийға қойып, әріптестеріңізбен видеоны бөлісіңіздер.